من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Барша мақтау Раббымыз Аллах Тағалаға болсын. Өзінің сондай жаңағы сөздерін біздерге тыңдауды нәсіп еткеніне, өзінің кітабынан ілімдерін нәсіп еткеніне Аллахқа барша мақтаулар болсын. Өзінің сүйікті құлы пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи сүннетіне деген махаббат берген үшін баршамызға Аллах Тағаладан және сұрайтынымыз, Аллах Тағала мұсылманға, ислам дініне және мұсылмандарға жәрдем етсін. Аллах Тағала әрбір мұсылманшылыққа жәрдем етем деген кісілерге Аллах Тағала жәрдем етсін, олардың отбасыларына өздеріне берекет берсін дейміз. Расында үлкен бір нығметтің несі осы жаңағы Аллах Тағаланың сөзін тыңдау. Ең жақсы сөз Аллахтың сөзі болады. Ең жақсы ол пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи жолы болады. Аллахтың сөзін тыңдау, пайғамбардың жолымен жүру үлкен нығметтердің бірі болып табылады. Және біз білеміз қанша адамдар бар, мешітке келуге деген ниеті бар еді олардың Аллахтың сөзін тыңдауға деген ниеттері бар. Біз енді осы жерге келіп отырғанымызға сол бір Аллахқа шүкірлік ету үшін бұны еске алып жатырмыз. Көп бауырларымыз мүмкін қандай да бір себептермен, жұмыстармен, болмаса денсаулыққа байланысты, сол жаңағы бүгін мүгедектікке байланысты келе алмай жатқандар бар шығар. Бірақтан жаңағы соның қатарында осы жаққа келіп Аллахтың сөзінен бір жаңағындай аяттар тыңдап кетуге бізге мүмкіндік берген үшін Аллахқа мақтаулар болсын дейміз. Ал енді және де бір жаңағы кісілер бар, олар жаңағындай бұл жерге келе алмай жатқан жоқ, олар келгісі келмей жатқандар бар. Ол шынымен үлкен бір бақытсыздық, мешітке бара алмау дегеніміз, Аллахтың сөзін тыңдай алмау дегеніміз, айтқанда сол имамдардың насихатына құлақ сала алмай кету дегеніміз, шынымен де Құдай деген адамдардың насихатына сала алмай кету үлкен бір өкініш болып келеді. Өйткені ол бір шын тек қана өкініш емес, бақытсыздық болып табылады. Өйткені Аллах Құранда айтқан уайта жаннабухал ашқа, Құдайдың бұл айтқан Құрандағы және пайғамбар сүннетте келген насихатынан тек қана бақытсыздар қашады дегенде. Аллах Тағала сол жаңағы өзінің кітабына деген махаббат беріп, оған деген құмарту берген үшін Аллахқа мақтаулар айтқымыз келеді. Енді бүгін осы жерде бір бас қоспағаннан кейін өздеріңізбен және бір тақырыпты қозғағымыз келіп отыр. Бұл ата-анаға деген айтқанда құрмет, ата-анаға деген жақсылық тақырыбын қозғап кетуді жөн көріп отырмыз. Өйткені Аллах Тағала өмірге келгеннен кейін қайсымыз болсақ та өмірге бекерге келдіріп қоймапты. Баршамызға осы айтыр Аллах Тағала өмірге келуіміз үшін бір әке берді. Баршамызға Аллах Тағала осы өмірге келу үшін себеп болу үшін жаңағы ана берді. Одан кейін және де бұл шариғатта ең қатты бір көп айтылатын тақырыптың бірі. Өйткені Құран аяттарында егер мұқият көңіл салып оқитын болсаңыздар, Аллах Тағаланың хақысынан кейін әке шешенің хақысы айтылып отырады әрдайым. Оны Құранда өте көп жиі кездестіресіздер. Мысалға алатын болсақ, ва'будуллах ва ла тушрику бихи шай'a ва бил валидайни ихсана. Аллахқа ғана ғибадат жасаңдар, Аллахқа еш нәрсені ортақ қоспаңдар, және әке-шешелеріңе жақсылық қылыңдар деген сияқты. Болмаса уассайнал инсана би валидайхи ихсана. Адамға біз әке-шешесіне жақсылық қылуға бұйырдық деген аяттар болатын болса, ва қада раббука алла та'буду илля ияху ва бил валидайни ихсана. Біз адам баласына жаңағы Аллахта айтқандай бір ғана Аллахқа ғибадат жасауды бұйырдық және әке-шешеге жақсылық жасауды бұйырдық деген сияқты. Аллах Тағаланың хақысынан кейін келіп отыратын нәрсе ол әке-шешеге деген жақсылық болып келіп отырады екен. Әке-шешеге жақсылық істеуге бұйырып отырған аяттар жиі келеді екен. Одан кейін баршамыз бір нәрсені білеміз. Мүмкін бір кісінің бауырлары көп болуы мүмкін. Бір әке бір шешеден мүмкін 2 бауыр бар шығар, 3 бауыр бар шығар, 4 бауыр бар шығар, 10 бауыр барлар бар шығар. Яки болмаса бір кісінің бала шағасы болуы мүмкін. 1 баласы, 2 баласы, 3 баласы, 5 баласы, 10 баласы бар шығар. Болмаса бір кісінің әйелі бар шығар, бірнеше, бір әйелі, 2 әйелі бар шығар. Бірақтан ешбір адамның естен шығармаңыздар. Ешбір адамның 2 әкесі, 2 шешесі болмайды. Бір ғана әке, бір ғана шеше. Сол бір ғана берген Аллах Тағаланың жаңа берген әкесіне, бір ғана шешесіне деген біздің жақсылықтарымыз арқылы соларға істеген жаңа үзліктеріміз алса біз Құдайға жақындаймыз. Және бір қайран қалатын, ғажап қалатын нәрсе бар ислам дінінде. Ислам діні әке-шешеге жақсылық істеуге бұйырады. Тіпті егер кісінің әке-шешесі ашық күфір істеп жатқан болса да, мұсылман болмаған болатын болса да, әке-шешеге жақсылық істеуге бұйырады шариғат. Бәрі оларға жақсылық істеуге бұйырады екен. Сол арқылы адам баласы жаңағы Аллахқа жақындайтын болып келіп отыр екен. Егер тіпті Құдайдың алдындағы ең кешірілмейтін ауыр күнә, ширк күнәсін жасаған болса да,
адам баласына шариғаттың бұйыратыны әке-шешеге деген жақсылық болып табылады екен. Сол үшін пайғамбар Мұхаммед Мұстафа сол кезінде де сондай бір мұсылманшылықты қабылдаған сахаба ерлер, сахаба әйелдер пайғамбарға келіп, әкем мұсылманшылықты қабылдамаған еді, шешем мұсылмандықты қабылдамаған еді, олармен қарым-қатынасың қалай болады дегенде, қарым-қатынасыңды үзбейтіндігін айтып кеткен болатын. Сондықтан бұл жаңағы Құран аятында келеді: "Ва ин жахадака ала ан тушрика би ма лайса лака бихи илм, фала тутихума ва сахибум фид дуnya мa'руфа" дейді. Егер сені әкең мен шешең дейді, айтқанда білімің болмаған Құдайға бір серік қосуға бір болатын бір күнәға бұйыратын болса, оларға бойсұнба дейді. "Ва сахибхума фид дуnya мa'руфа", бірақ олармен дүниеде өте жақсы қарым-қатынаста бол деп бұйырып кеткен болып табылады екен. Сол үшін осы әке-шешеге деген жақсылық шынымен де әрбір адамның өмірдегі көптеген ізгілікке жетуіне мүмкіндік береді. Әке-шешеге деген жақсылық жасауымыз Аллах Тағаланың ризашылығына бөленуге мүмкіндік туғызады. Өйткені біздерге жеткен кейбір хадистердің мағынасында кім айтқанда Аллах Тағаланың ризашылығын іздеген болатын болса, әке-шешесін риза қылсын деген хадистерде бар болып табылып отырады екен. Одан кейін әке-шешеге деген жақсылық шындап келген кезде адамның өзінің дұғаларының қабыл болуына себепкер болып жатады екен. Және кей кезде адам баласының өміріне келетін кейбір қиыншылықтар сенің әке-шешең істеген жамандықтардың ішінде адам баласына жолуға әбден ықтимал екен. Енді бүгін осы отырысымызда соның баршамыздың әкеміз бен шешеміз болғаннан кейін сол хақысында не білеміз, не істеп қойып жатырмыз, хақысын орындап жатырмыз ба, сол нәрселерге тоқталып өтейік. Енді көбінесе әке-шешеге байланысты жақсылық жасауға келген кезде осы Құран аяттары, көп аяттар бар дедік. Құранда әке-шешеге жақсылық жасауға байланысты хадистерде өте көп дедік. Бірақ ең жиі айтылатын аят осы әке-шешеге жақсылыққа келген кезде Құранда ол Исра сүресінде келетін аят. "Ва қада раббука алла та'буду илля ияху ва бил валидайни ихсана". Осы аяттарға бір тоқталып өтейік. Бұл аяттың ішінде әке-шешеге жақсылық істеу керектігін бұйырады, және қалай істеу керектігін бізге үйретіп кетеді бұл аятта. Тек қана әке-шешеге жақсылық қалай істеу керектігін ғана емес, сонымен әке-шешеге қалай дұға жасау керектігін де бізге Аллах Тағала бұйырып кетеді екен. Бұл аятта Аллах айтып жатыр: "Ва қада раббука алла та'буду илля ияху ва бил валидайни ихсана" дейді. Аллах Тағала бұл айтқанда парыз етті бір ғана өзіне ғибадат жасауды. Өйткені Аллах Тағаланың хақысы бүкіл хақтан жоғары. Аллах Тағаланың хақысы еш уақытта орындалмайды, егер адам баласы Аллахтан бөлек нәрсеге сыйынып жүрген болса да. Сыйын болатын болса. Егер кімде-кім бір періштеге сыйынып жүрсе, әруаққа сыйынып жүрсе, әулиеге сыйынып жүрсе, Құдайдың қатарында, ол Аллахтың хақысын орындаған жоқ. Құдайға шүкірлік жасаған адам қатарына кірмейді екен. Сондықтан ең бірінші бүкіл құлшылығың Құдай алдында қабыл болу үшін бірінші бұйырылатын нәрсе "Вақада раббука алла та'буду илля ияху", Аллах Тағала парыз етті бір ғана өзіне ғибадат жасауды деді. Артынша әке-шешенің хақысын айтты: "Ва бил валидайни ихсана", әке-шешеге жақсылық қылу деді. Одан кейін айтты: "Ва имма яблуганна индакал кибара ахадухума ау килахума фала тақул лахума уффин ва ла танхархума" деді. Аяттың жалғасында егер сол әке-шешеңнің біреуі деді сенің қасыңда, яки болмаса килахума екеуі де сенің қасыңда бір қартайған болатын болса, жасы ұлғайған болатын болса, жас кезінде біз мүмкін білген жоқпыз, әкеміз бізге жақсылық істеп жатыр, қартайғаннан кейін енді ол біздің жақсылығымызға, біздің көмегімізге, біздің жылы сөзімізге мұқтаж болып қалады екен. Егер сендердің дейді әке-шешелерің сендердің қасыңда дейді, біреусі болмаса екеуісі қартайған болатын болса дейді, не дейді? Оларға қызмет жасау барысында фала тақул лахума уффин, үф деген сөзді айтпа дейді. Болды, шариғатта осы Құранда осы айтылған екен, ары қарай енді үфтен төмен не қалды енді? Түк қалған жоқ қой. Сені бір жерге жұмсаса, саған бір су әкеліп берсе, суға тоймайды екенсің деген әңгіме болмайды да. Қуана істеуің керексің. Сен сол әкеңе су әкелуге кетіп бара жатқан кезде, болмаса шешеңе балам ана шелекті төгіп келші, шелек төгуге кетіп бара жатқан кезіңде, саған уже құлшылық есебінде сауап кетіп жатыр, есеп кетіп жатыр. Аллах сондай жазып қойды. Су алып келдің, сауап жазып қойды. Шешеңе барып төгіп келдің, шелегін төгіп келдің, сауап жазып қойды. Сол күйінде болған соң фала тақулума уффин ва ла танхархума, және оларға зекуші болма дейді. Зекуші болма деген бір қатқыл сөз сөйлеуге болмайды екен әке-шешеге. Шариғат бойынша әке-шешенің атын да атауға болмайды балаға. Атын атап, оған жаңа құрметті атар, әке, ана деген сияқты құрметті аттаулармен жаңағы сол сөздермен оларды атау керек болады екен. Болмаса атын атап, пәленше, түгенше деп әкеге қалай болса айтуға болмайды. Және зекитін сөздері болмау керек екен да. Бірдеңе деп айта салған жаңағы зекіп сөйлеуге болмайды екен. Кетеді: "Ва қул лахума қаулан карима", және әке-шешеңе әрқашанда жұмсақ, жылы сөз сөйле дейді. Көңіліне тиіп қалмайтындай жұмсақ, жылы сөз сөйлеуге бізге Аллах Тағала бұйырып отыр. Үф деген сөзді айтпа дейді. Оларға жаңағындай жұмсақ сөз сөйле дейді. Оларға зекіме дейді. "Вахфиз лахума жанаха зулли минар рахмати", және әке-шешеңе бұл айтқанда мейірім қанатыңды төсе дейді. Кейін дұға қыл дейді.
Ва қур раббирхамхума кама раббаяни сағира. Қараң қалай дұға қыл дейді. Аллах тағала, әке, шеше менің бала күнімде қалай тәрбиелеген болса, қандай маған мейірімін төккен болатын болса, қартайып отқан кезде Алла сондай мейіріміңе бөлеші деп айт дейді. Әкешіңе дұға қыл дейді. Әкешемізге тірі кезінде де дұға қылуымыз керек, өлгеннен кейін де дұға қылуға тиісті болып қалады екенбіз. Сол үшін жаңағы осы Құран аяттарында бір кейбірлерге тоқтап кетсек болады. Аллах тағала бізге үйретқанда бірінші үф деп айтпа деді. Бұл біттен, үфтен төмен нәрсе жоқ. Ондай болатын болса, әке-шешеге әрбір жаман, дөрекі сөздің бәрінен сақ болуға тиісті екенбіз. Одан кейін оларға мейірім қанатыңды төсеп жүреді. Айтқаны болса шариғатқа тура келді ме? Айтқан істеуіңіз керек. Енді шариғатқа бұрыс нәрседе кездесіп қалуы мүмкін, бірақ Құран аятында келсе, "Уан жахадака алай ан тушрика бима лайса лака бихи фала тутихума." Егер әке-шешең сені маған қарсы қоюға, маған серік қосуға бұйырған болатын болса, ондай кезде бойсұнма дейді. Ал шариғат дұрыс көрген нәрседе әке-шешенің айтқанын тыңдау керек болып қалады екен, шамаң жетіп тұрған болатын болса. Сол үшін ғалымдар айтады, әке-шешеге бойсынамыз, екі жағдайда ғана бойсынбай қалу мүмкін дейді. Қалған жағдайда бойсыну керек дейді. Бірінші, Құдайға күнә нәрсеге жұмсаса. Күнәлі нәрсеге жұмсаса, онда біз бойсынбаймыз. Екінші нәрсе, біздің шамамыз келмейтін нәрсеге жұмсаса, біз жауап бермейді екенбіз. Шамамыз келмейтін нәрсе бізге жұмсаса, онда біз жаңағы жауап бермейді екенбіз. Ал шамамыз келетін нәрсеге, шариғат көтеретін, шариғаттың шекарасына болған нәрсеге жұмсаса, біз қолдан келгенше әке-шешеміздің айтқанын істеуге тырысу керекті болып қалады екенбіз. Тіпті біз парыз құлшылық Аллахтың бұйырғаны, оны орындаймыз. Ал енді өз ықтиярыңызбен намаз, нәпіл намаз оқытқан болатын болсаңыз, нәпіл намаздың үстінде әкеңіз бен шешеңіз шақырса, намазды бөліп әке-шешеңізге баруыңыз керек. Ойлаңыз қандай. Нәпіл намазды оқып, өз еркіңізбен оқытқан болатын болсаңыз, онда әке-шешеңізге бару керекті болып қалады екен. Сол үшін бұл аяттарда жаңағы оларға мейірім қанатыңды жайып жүр, айтқанын істеуге тырысып жүр дейді. Одан кейін және оларға дұға қыл дейді. Тірісінде де, өлісінде де дұға қылуға тиістіміз. Оларға тірісінде жаңағы кішкентай күнде қандай мәпелеген болса дейді. Алла мейірімге бөле, мені кішкентай кезінде қалай олар мені тәрбиелеген болса дейді. Субханалла, бір есімізге алып көрейікші. Осы отырған бәріміз кеше нәресте болғанбыз, Ал енді дүниеге нәрестені келтіру оңай шаруа емес. Оны дүниеге қалай нәресте келтіретін аналар, әйелдер жақсы біледі. Сол үшін Аллах Тағаланың Құран кітабында да бірінші әке-шешені сыйлауға береді, соның ішінде бірінші шешеңді сыйла деп келетін аяттар бар. Пайғамбарымыздың хадистерінде әке-шешеңді сыйла деп, бірінші шешеңді сыйла деп келетін хадистер бар. Өйткені дүниеге бала келтірудің қиыншылығын ана біледі. Еркек адам оны білмейді. Бұрынғы кезде әйелдердің арасында ер кісілер күйеуіне болмаса қатты ашуланған кезде айтатын сөздер, қазір не болса соны айта беретін болды ғой. Қатты айтатын сөзін басыңа толғақ берсін деп айтады екен да. Өйткені біледі да қиын қандай екен. Еркек іші жоқта толғақ не екенін білмейді. Бір уақыттар тамақты көп ішіп қойып, сол кезде шауырған кез болмаса, оның өзі сәл ғана ішін. Қандай бір процент қой, дәл өзі емес та. Ал ол дүниеге толғақ келтіру оңай шаруа емес. Сол үшін Құран аяттарында да келеді: "Уассайнал инсана биwalidayhi ihsana." Біз адам баласына әкесі мен шешесіне жақсылық қиюды бұйырдық дейді. Жаңағы валид ихсана дейді. Сол нәрсені біз бұйырғанбыз дейді. Кейін Құран аяттарында айтады, шешеңе жақсылық қыл деп жалғастыра бастайды. Екеуіне бұйырдық дейді. Өйткені хамаладху уммуху курхау деп келеді. Ва вадатху курха. Өйткені оның шешесі дейді қиыншылықпен бір баланы көтерген дейді. Қиыншылықпен дүниеге келтірген дейді. Туғаннан кейін ол ананың бойына бала біткеннен кейін, қазір біз енді орысша айтпаса түсінбейтін болып қалдық қой, жүрек айниды деген. Токсикоз болып жатады, басқа болып жатады, Ана нәрсені болмайтын нәрсеге жүрегі айнып жатады. Ол деген қанша бір жейтін тамағынан не қылып, болмайтын бір шыжылқы майдың иісін көріп жүрегі айнып, соның бәріне шыдап, бірақта дүние келтірген кезде өзінің толғағы болады. Сол нәрсені барып көріп, өмірге балаға дүниеге келтіріп жатады. Сонда бір қиыншылық, бақында сол бала дүниеге келетін сәттерде, ай бүйтіп тумасам екен, ендігәрі тумайтын шығармын, ендігәрі маған бай керек емес деген сөзге дейін барып қалады. Ей болды шенкеріңіз. Бұндай қиыншылық болмаса еді, бірақтан дүниеге нәресте келіп, оның шыңғырған, жылаған дауысын естіген кезде ана бейшара соның бәрін қиыншылықты ұмытып кетеді. Түк сезбей қалады, рахат бір сезімді көреді. Ештеңе сезбей қалады. Ал өмірге сондай үлкен бала келу оңай емес. Сол сияқты бәріміз өмірге келгенбіз. Сол үшін бір риwayatта бізге жеткен хабарда Абдулла ибн Омар бір күні хажылық кезінде болды. Сөйтсе бір кісі өзінің туған анасын, қартайған анасын арқасына көтеріп алып тауап істеп жүр екен да. Арқасына көтеріп тауап істеп жүр екен да. Шіркін осы отырған біреуіміз анамызды бір көтеретін мүмкіндік тауып көтеріп көрдік бе екен. Тек анау бір жерге алып бармай қойық Меккеге. Бір уақыт анамызды келші көтеріп жіберейін, машинаға көтеріп барайын деген кезіміз болды ма екен,
Біз сондай дәрежеде шынымен де қазір ақылағымыз да, санымыз көбейген, сапамыз түсіп кеткен бір заманда өмір сүріп жатырмыз. Сол Абдулла ибн Омардың кезінде өзінің шешесінің арқасына сабалып тауап істеп жүр екен. Сонда бір сөз айтты: "Инни лаха баируха музаллал", мен анамның бұл айтқанда көнбіс түйесімін. "Ин узгират фаинни лам узар", "Ин узират рукабуха фаинни лам узар" деген сияқты үстімдегі отырған кісі толқса да, шайқалса да, мінез көрсетсе мен мінез көрсетпеймін. Мен анамның түйесімін. Мінез көрсетсе мен мінез көрсетпеймін. Анамның түйесімін деп жүріп, сол сөзді қайталап жүріп тауап істеп жүр екен да. Абдулла ибн Омарға жолығып қалады, Омардың баласына. Көріп қалады, "Мынау менің анам" дейді да. "Анам осыған жақсылық істеп жатырмын. Аллахтың тауаптың үйін арқама салып, арқалап жүрмін" дейді да. Баяғыда қазақта болшы да, анаңды 7 рет қажылыққа жаяу көтеріп барсаң деген сияқты әңгіме, содан шығып кеткен екен. "Міне арқалап жүрмін" дейді да. "Қарызынан құтылдым ба?" Абдулла айтады. "Қайдағы құтылу" дейді да. "Бірақ толғағынан құтылған жоқсың әлі" деп айтқан екен дейді да. "Бір толғағынан құтылған жоқсың" деп айтады. Ай, сол кішкентай кезімізде талай жылаған шығармыз, талай оянған шығармыз. Талай рет бізді емізген шығар. Айтқанда ол кішкентай кезімізде өзіміз қалаған уақытта тамақ ішіп қалғанша су ішіп жатқан жоқпыз ғой. Біздің киімімізді ауыстыруымыз керек. Ал дыз дегіземіз, быж дегіземіз пұтымызға. Дұрыс па? Біздің кезімізде памперс деген нәрсе жоқ, дұрыс па? Соның бәрін жуып, шайып, соған жиркенбей, алып, үйтіп, сәл ғана қазір бірдеңе болып тұрса, "Ой" деп жиркеніп шығады, мұрнымыз тыжырайып қала қалады да. Сол анамыз соның бір ретте тыжыранбай, сөйтіп мұрнымыз бітеліп жатқан болса, қазір мұрын бітеліп қалатын болса, не істейді? Бараттандай мұрынға алып бірдеңені апарып, нафтизин? Жоқ, ана соратын бар ғой. Шприц емес. Үйленгендер біле шығар әйелдер. Мұрны бітеліп қалса, жаңа соратын апарып сорғызып алады екен да, ана груша сияқты бір нәрсемен. Клизма сияқты ма? Шода қатты кеттіңіздер ғой, клизма деп. Мұрынды айтып жатырмын. Түсінген шығарсыздар, что-то. Ал біздің кезімізде ондай мұрын соратын нәрсе болған жоқ. Осы естеріңізде бар шығар, баланың мұрны бітеліп дем алатын кезде аналарымыз не істеуші еді? Ауызбен сорып алатын. Субханалла. Субханалла. Сіздер сөйтіп көрдіңіздер ме? Ауызбен сорып тастап, дем алсын деп, сен қиналмай дем алсын деп. Сен түнір жылаған кезде осы жылағанын қойсын деп, бесігін жаңаға не қылып отырып, тура бақандай алдын алып, жүрегінің түбінде сені емізіп, маңдайынан сипап отырып, айналайын, батқанда жаңағы аспандағы жұлдызым, жағадағы құндызым деген сияқты, не бір өзінің әлдейін айтып, басқасын айтып, маңдайын сипап, сол аналарымыз тербеткен болатында. Содан қазір осы бүтін болып, пұтымыз ойылмай, дегенде мұрнымыз бітелмей, осы аман есен келіп енді өзімше болып келіп, түк білмеген сияқты болып шыға келеміз да. Соңында біздің астымызға түсіп, батқанда астымыздағы нәжісімізді тазалап, мұрнымыздың бітелгенін не қылып, біз үшін ұйқысын бөліп тербеткен аналарымыз болған еді. Бір Алматы қаласында бір мұсылман бауырымызбен бірге отырған едім, сонда мынандай оқиғаны айтып берді. Ол дүниеге өзі қазақта мақал бар, ата-ананың қадірін балалы болғанда білесің дейді. Оған білмейсің. Өз балаң болған кезде түсіне бастайсың да. Бірақ та ата-ананың қадірін балалы болғанда білесің дейді. Жаңағы бір мұсылман бауырымызға айтады, мұсылманшылықтың бір жақсы жері адамды зерек етеді ғой, кішкене жақсылыққа ұмтылдыра бастайды. Сонда дейді жаңағы балам дейді, кішкентай қызым деді ма, балам деді ма, айтар ауырып қалды дейді түн ортасында. Ал енді балаң ауырғаннан кейін бірің ырса, екің ырсайсың, екің ырса, төртің ырсайсың. Жылайды, түсіне алмайсың, үйтті, температура көтерілді, маза кетті, түнде барып, больницаға бардық, үйттік, келдік, ұйқы қашты, ертең жұмысты қалды, бас істемей жатыр, сөйтіп бір түннің ішінде баланың температурасы көтеріліп, дәріге бірнеше рет барып, астысында келіншегім ұйықтамай, мен ұйықтап, мазам қашып, сөйтіп түсіп кетті. Бірақ та сол баланы әуіріп, ертесіне басын дың деп мыңғылдап отқан кезде, шешем есіме түсіп кетті дейді. Ей, балам бір ауырып еді, жүгіріп кеттім ау деп айттым дейді. Больницадан больница, дәріден дәріге ақшаны аямай, айтқанда ұйқымды қиып жүгіріп кеттім ау дейді. Мен де осы бірнеше рет ауырып өшіп шешемді әуре қылған шығарым деп есіме түсіп кетті дейді. 200 километрдегі жердегі шешем есіме түсіп дейді. Бірден бардым да соған барып дейді, барып қолын алып маңдайын сүйіп қайттым дейді. Субханалла, сол батқанда шешеміз, батқанда Алла әке-шешеңе жақсылық қыл дейді. Соның ішінде анаңа деп айтады. Неге? Өйткені ол сені бір қиыншылықпен көтерді. Қиыншылықпен дүниеге келтірді дейді. Сондай қиыншылықпен дүниеге келдік. Батқан сол анамызға жаңағы біздерден айтыр жақсылық көрсем деп отырған болған. Сол келгеннен кейін
хамлуху ва фисалуху саласуна шахра дейді. Анамын жаңағы көтеру менен баланың емшектен шығарудың арасы дейді 30 ай деп қояды да. Сол сені бүкіл әбден сені батқанда 9 ай бойы сені көтеріп, бойында одан кейін 2 жыл емізетіні бар. Жаңағы енді кейбір 6 айда дүниеге келтірсе бала болып кетеді дейді. Одан кейін 2 жыл емізгені бар. Соның бәрінен батқанда шыдап сенің аяғыңа тұрып кеткенше, сенің әрбір қылығыңа қуанып, батқанда емізіп, ұйқысын бөліп, сол қиыншылықты өмірге келтірді. Соны есіңнен шығарма деп Құран айтып жатыр да бізге. Құран айтып жатыр. Біз өзіміз де соны білуге тиістедік. Сол үшін Құран оқып отырған мұсылман осы аяттарды оққан сайын шешесі есіне түседі. Осы аяттарды оққан сайын әкесі есіне түседі. Біз намазда әрқайсымыз дұға қыламыз, Жана Раббана гфирли ва ли валидай ва лил муъмини йаума якумул хисаб. Алла кешір мені, әке шешемді барша мұсылманды қияметтің қиын күнінде деп дұға қыламыз. Аллах та бізге намаздың жаңағы сәлем бердің кезінде осы дұғаларды әке шешемізге жасауға да бұйырып қойған болатын. Жаңағы жоғарыда айтқан аятта да дұға қыл дейді әке шешеңе, Раббирхамхума кама раббаяни сагира. Алла мені әке шешемді мейірімге бөлеші, мені кішкентай кезде қалай тәрбиелеген болса дейді. Қалай тәрбиелеген болса дейді. Сонда сол қиыншылықтың бәріне шыдап бізге келтірген болатын. Біз қазір енді өзімізше мұсылманшылықты біліп жүрміз, бірақ енді Алла біледі. Тіс кетігін тіл біледі дейді ғой. Әрқайсымыз өзіміз әке шешеміз бар шығар. Қалай оған қарым-қатынас жасап жатырмыз, не істеп жатырмыз? Сол әке шешеміз былай айтқан кезде жәннатқа жақындау үшін бізге берген мүмкіндік екенін естен шығармайық. Бұрынғылар әке шешесі қайтыс болғанда әке шешем қайтыс болды деп жыламайды екен. Жәннатқа баратын және мүмкіндігімді жоғалтып алдым деп жылайды екен да. Өйткені оларға деген жақсылық сенің құлшылығың қабыл болуына, оларға деген жақсылық сенің Құдайыңның жақындауына, оларға деген жақсылық өмірдегі бейнеттен тезірек құтылып кетуіңе көптеген себептерін тигізеді екен. Сол үшін жаңағы дұғасы қабыл болатынның ішінде сапардағының дұғасы қабыл болады, зұлымдыққа ұшыраған дұғасы қабыл болады деп келеді. Және соның ішінде әке шешенің баласына жасаған дұғасы қабыл болады дейді. Аллах сондай қылып қойды, әке шешенің баласына жасайтын дұғасын қабыл етіп қойды. Ал енді кім әке шешесін сыйласа, онда оның да дұғасын Аллах қабыл етемін деген. Оған байланысты оқиғаны бәріміз білеміз, үңгірдегі 3 адам деп келеді ғой. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху сахабалармен отырған кезде, кәдімгі өзінің қасында сондай пайғамбарға серік болуға жараған, сондай абзал кісілермен бірге отырған кезде пайғамбар бір күні былай деп айтты. Кана саласа тұрақтын манкана қаблакум деп, сендерден бұрын өткен қауымдар ішінде бір 3 адам жолға шықты дейді. Тау бөктерлеп келе жатыр еді, түн ортасы бір үңгірдің ішіне кіріп, тынығып алатын болып кірді дейді. Кірген кезде, сол кезде әйтеуір күн бұзылып, жауынды болып сөйтті. Бірақ та жаңағы үңгірде тұрған кезде таудан бір үлкен тас домалап, бұлар отырған үңгірдің қақпасын жауып қойды, аузын. Тасы үлкен, үшеуін зәре ұшты, ішінде қалып кетті. 3 мұсылман кісі ішінде қалды. Итеріп көрейін дейді, тас қозғалатын емес, мызғитын емес. Тірідей қабірге көміп тастағандай болды үшеу. Ары көрді қозғалатын емес. Бұлардың таудағы бұларды білетін ешкім жоқ. Қай үңгірде қалғанын білетін ешкім жоқ. Қарасаң тірідей сен өлімге қалған сияқтысың да. Итеріп көреді, шықпайды. Аяқпен итереді, шықпайды. Үшеу жабылады, қозғалмайды тас. Тас қараңғы, түк жоқ, ауа тарылып баратыр, өлім ғана сондай келген сияқты. Не істерін білмейді. Сонда біреу айтты, біз Аллах істеген ізгі істерімізді соны Аллахқа уәсила етейік те, Аллахтан жәрдем сұрайық. Аллах сонымен бізді құтқарар деп айтты дейді. Сонда үшеуі 3 түрлі нәрсесін айтады. Бізге осының ішінде біреусі нені айтқан еді? Әке шешесіне жасаған жақсылығын айтқан болатын. Біреусі болса айтты, зинақорлық істейін деп тұрған кезде айтты, менің дейді ағамның бір қызы балады, өте сұлу етін, соған көңілім ауып дейді, қатты жақсы көрдім. Сонымен жаңағы жаман ойға кетіп, сонымен зинақорлық жасағым келді, ол көнбеді, айтқаным істемейді. Бір күні бір қиыншылық болды, аштық заман болды, ол мұқтаж болды, келді, ақша сұрап келді. Айтты, мен саған пәленбай динар берем, 120 динар берем, бірақтан сен менің айтқанымды істесең, өзіңді маған берсең, тәніңді маған сыйласаң, мен саған берем деп айтым. Ол амал жоқ, сол аштың өліп барған кезде көнді дейді. Сөйтіп оны жеке жерге кеттік дейді. Сөйтіп жеке қалдық дейді. Өз арманыма жеткендей болып динарын оған қолына ұстаттым да, жаңағы бірден жаңа шаруама кірсейін деп жатқан кезде ол әйел кісі айтты дейді, Құдайдан қорқыңыз, бұл айтқанда сіз өзіңізге керек адамды Аллахтың шариғатты хақысыменен алыңыз деп айтты дейді. Сол кезде шахуаты қозып тұрған, батқанда жап-жас қыз қалды. Ақшасын беріп қойған адам соны Құдай есіне түсіп кеткен кезде Құдайдан қорқып бас тартқан едім, Аллах сенен қорқып. Алла соны сенен қорқып істедім, сол жаңағы құлшылығым сенен күнәдан бас тартқаным үшін қалуым болса, бізді құтқаршы деп айтты. Тас жылжыды дейді. Тас жылжыды дейді.
Бірақ та біреусі айтты, Аллах Тағала менің қол астымда бірнеше қызметкерлер жұмыс істеді. Олардың бәрінің ақысын беріп жібердім, адал еңбектерін төледім. Бірақ та біреусі алмай кетіп қалған еді. Оның жаңа қалып кеткен малы өсе берді, келгенше өсе берді, көбейіп кетті. Келгеннен кейін келіп хақысын сұрады, менің хақым қайда деп айттым дейді. Анау жайылып жүрген мал сенікі деп айттым дейді. Менен мазақтап тұрсың ба? Мен ондай көп дүнием жоқ еді. Жоқ, мазақтап тұрған жоқпын. Сен хақыңды алмай тастап кеттің. Ол өсіп осында мен қақтым, бақтым, өсіп өнді деді. Сол хақымды алды, ол дейді, бәрін біреусінің қалдырмай алып кетті. Алла соны сенен қорыққаным үшін біреудің хақысын жемедім. Қайта артығымен бердім. Алла сол сенің алдында қабыл болған құлшылық болса бізді құтқаршы дейді. Тас жылжыды дейді. Ал үшіншісіне айтқан еді. Ол бірінші айтқан еді, бізген тақырыбымызға байланысты үшін жеке тоқтап жатырмын ол тақырыпқа. Ал үшіншісі айтты, Аллах Тағала деді, менің қартайған әке-шешем бар еді деді. Мұсылман қандай болу керек әке-шешемен, осыдан байқасаңыздар болады. Қартайған әке-шешем бар еді деді, бірақ менің әдетімде үйге келсем, әйелімнен де, бала-шағамнан да бірінші әке-шешем бұл айтқанда тағамнан ауыз тимейінше, сусыннан ауыз тимейінше басқаларға жегізбеуші едім дейді. Сол әдетім болған дейді. Өйткені ол білетін әке-шешеге жақсылық істеу, ол құлшылық. Әке-шешеге жақсылық істеу, батқанда Аллахтың ризалығына жету екен ол білетін мұсылман кісі еді. Солай істейтін едім. Бір күні бір шаруамен кешігіп келдім. Келсем жаңағы кеш болып кетіпті. Сөйттім де сиырды саудым, сүтті алып келдім. Бала-шағам қарны ашып қалған екен. Әке-шешемен шешеме келсем ұйықтап қалыпты дейді. Сосын не деді? Ұйықтап қалған кезде оятып сүтін берді ма? Жоқ дейді. Ұйқысын оятқым келмеді дейді. Балаларым болса сүт ішкізіп келіп, әке сүт берші деп балағынан татып отырды дейді. Жоқ демек күттім дейді. Олар таңға жақын бірақ оянды дейді. Сол кезде барып соларға бердім де, одан кейін әйел бала-шағама одан кейін барып сүтті бердім. Алла соны сенің разылығыңды табу үшін істедім. Сол қабыл болғанса бізді құтқаршы дегенде тас қозғалып кетті де. Тас қозғалып кетті. Сөйтіп бұлар шығуға мүмкіндік алып шыққан болатын. Міне сол үшін қарап тұратын болсақ, сен кеңіз үйіңе жатқан кезде балаңды ойлап кәмпит алып келетқан шығарсың. Сен әйеліңді ойлап басқа бір сыйлық алып келетқан шығарсың. Бірақ үйіңе кеткен кезде әке шешеңді ойлап бір келе жаттың ба? Не алып келем осыларға деп. Көп нәрсе керек емес. Не істедің ба? Болмаса сен телефонды алған кезде бір звондау үшін әйеліңе бір звондап қойдың жағдайын білейін деп. Бала-шаға аман ба, ауырып қалған жоқ па деп сұрадың. Әке-шешең аман ба, ауырып қалған жоқ па, қалай деп сұрадың ба телефонмен? Арнайы түрде телефон звондап білдің ба сол хабарларын? Қазақ айтады, баланың көңілі далада дейді, ананың көңілі балада дейді. Сен қайда қайда кетсең де әке-шеше сенімен қатар болып тұрады. Сол үшін біз әке-шешеге жақсылық жасамайынша, оны түсінбейінше байып кетсек те, басқа нәрсенің сыртқа тайып кетсек те, әке-шешеміздің хақысын орындамайынша біз бір адам бола алмаймыз. Сол үшін қазақта бір мысал келтіретін еді ғой, білесіздер. Бір кісі баласын өсіреді, сөйтсе баласы әке-шешесін сыйламайды, ары жүреді, айтқанын істемейді жүреді. Сонда әкесі бір күні ренжіп айтты да, балам, мен сен адам болатын шығар деп ойлап едім, адам болмадың депті да. Баласы ашуланып, мен не адам емеспін ба не сізге? Ай, адам болмадың депті да. Баласы ашуланып кетіп қапты, үйді есікті бірақ теуіпті, мен адам емес деп айттың деп әкесіне ренжіп есікті алып шығып кеткен екен. Содан кеткеннен барып жүрген, барып оқыған, достар тапқан, жұмыс тапқан, ақша тапқан, үй тапқан, үйленген, көлік тапқан, сөйтіп достармен үйіне келіп шіреніп келіп есік қағып алыпты кепті. Үстіне қымбат көлік киген, астында қымбат көлігі бар, достарын бәрі шіреп жүр, жұмыс тапқан, ақша бар, бала-шаға бар, кеп есік қағып баласын әкесін шіреніп есік қағып кепті. Таныдың ба әке депті. Таныймын енді балам, таным депті. Сен айтып едің ғой маған адам болмайсың деп. Ал енді не деп айтасың? Көлігім бар, достарым бар, үйім бар, бәрі бар депті. Сонда әкесі айтты, мен саған баймайсың деп айтқан жоқпын, жұмыс таппайсың, қатын таппайсың деп айтқан жоқпын. Мен саған адам болмайсың деп айтқам деп айтты. Адам бола алмайсың деп айтқам дейді. Сол үшін адамгершіліктің бір үлгісі, мұсылманшылықтың толықтан көрсететін нәрсе ол әке-шешеге деген жақсылықтан басталады екен. Бұл ғұрадың ізгергі өткен мұсылмандардың кейбір әдептеріне қарайықшы. Олар не істеген еді? Біріне де келтіреді, бір мұсылман әке мен мұсылман баланы дұшпандардың қолына түсіп зынданға отырғызып қойды дейді. Екеуі қараңғы зынданда, суық жерде отыр дейді. Бірақтан 5 уақыт намазын тастамайды келеді дейді. Салқын су бар дейді. Содан жаңа дәрет алу керек дейді. Сонда жаңа салқын су, бірқанда жез құман, су жылтатын жер жоқ, басқа жоқ, намазды тастамау керек. Сонда баласы әр намаз сайын әкесі жылы сумен дәрет алу үшін жез құманға суды құяды екен да, соны құшақтап отырады екен да. Кеудесімен жылтып әкесіне су жылтып беріп отырғанда. Сен әкең дәрет алатын кезде ең болмаса газға, дайын тұрған тоққа бір су жылтқан кезің болып беді. Сондай мысалдар келтіреді. Бұрынғылар төсек салған кезде бір кездерде әйеліне тоқтай тұршы, әкем мен шешеме, дүниеме келуіме себепкер болған анама, дүниеме келуіме себепкер болған әкеме, жалғыз ғана шешеме бір жақсылық істейінші деп, кей кезде төсекті өздері салатын кездерде болған екен. Төсекті салып болғаннан кейін төсекке ары бері аунайтын еді дейді. Әке мен шешемнің қабырғасына бірдеңе дұрыс салмай батқамай ма екен деп тексеріп шығатын кездерде болғанда.
сол күйінде ойлайтын кісілерде болған. Батқанда ол әке шешеге деген әрқашанда жақсылықпен біз Құдайға жақын есінен шығармамыз керек. Сол үшін бұрынғылар әкесі мен шешесі өліп жатқан болса, тура бір жаннаттың есігін қақпасын жоғалтып жатқандай болып көздеріне жас келетіндер болған. Әлбетте, нығметтердің жақсысы кімге Алла әке шеше беріп, әке шешесі мұсылман болса, бұл үлкен нығмет. Егер осы отырған біреулеріңіздің әкелеріңіз бен шешелеріңіз сіздердің көз алдарыңызда Аллахқа сәжде қылып, маңдайларын Аллах үшін жерге сәждеге қойып жатқан болатын болса, сіздер бақытты бала екенсіздер. Сіздерді Құдай бақыт сыйлаған кісілер екенсіздер. Ғалымдар айтатын болған, екі нығмет бар дейді да, көп адам жете алмай кетті дейді. Керемет нығмет дейді да. Кімде сол болса, Аллахқа шүкірлік қылсын, және шүкірлік қылсын дейді. Ол нығмет дейді. Өзіңнің дүниеңе келуге себепкер болған әкең мен шешеңнің дейді, бір Құдайға жасатқан құлшылығын көзіңмен көру дейді. Ол нығмет дейді, Құдайдың саған берген бала шағасының және құлшылыққа жасап жатқанын көру дейді. Алдындағы әке шешең құлшылықта, артындағы бала шағаң құлшылықта. Сен ортасында соны әкеңді көресің, әке шешеңді құлшылықта, бала шағаңды көрсің құлшылықта. Субханалла, қандай үлкен нығмет. Қарағанды қаласында бір мұслим деген бауырымыз болған. Енді ол бір оқыс оқиғадан қайтыс болып кетті. Сонда шешесін уағыздайды екен, қайта әкесін уағыздайды екен. Намаз оқыңыздаршы, Аллахқа серік қоспаңыздаршы, айналайын әкем, айналайын шешем деп уағыздайды. Біресе тыңдайды, біресе тыңдамайды. Сөйтіп барып, ана, егер маған ештеңе керегі жоқ деген, ештеңе керегі жоқ. Бірақ сіз намаз оқып кетсеңіз, сіз бір Аллаға сыйымды түсінсеңіз, мен онда өмірдегі ең бақытты бала өзімді есептер едім.